Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай керемет жұмсақ әрі дәмді болып шығатын булочка дайындайтын боламыз. Міне видеода көргендей өте жұмсақ болып шығады. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қалдырдым. Ең алдымен жылы су, жылы сүтімізді құямыз. 1 шай қасық осындай ашытқымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Ванильді қант саламыз. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. 1 келкі болғанша араластырамыз. 2 ас қасық ұн саламыз. Барлығын іріткісін жазып, әдемілеп араластырамыз. Мінекей осылай жазылады. Содан кейін бетін ыдыспен жауып, жылы жерге қоямыз. Осылай ашытқы дайын болу керек. Осылай болып көтерілген кезде жұмыртқамызды, сұйық майымызды құямыз. Қолымыздың көмегімен осылай араластырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Алдын ала електен өткізіліп қойған ұнымызды саламыз. Қолымыздың көмегімен қамыр елейміз. Қамырымыз қатты емес, қатты жұмсақ та емес, әдемі болып шығады. Үстіне мен сұйық май құйдым. Осылай әдемілеп. Пищевая пленкамен жауып, жылы жерге қоямыз көтерілгенге дейін. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді, осындай әдемі болып. Таразының көмегімен бірдей қылып барлығын бөліп алдым. 70 граммнан бөліп алдым. Осылай әдемілеп домалақтаймыз. Барлығын осылай әдемілеп домалақтап салып қоямыз. Және де оны да үстін пищевая пленкамен жауып, бетін сүлгімен жауып қоямыз. Яғни көтеріледі. 20 минутқа қойдым мен. Оған дейін ішіне салатын начинка дайындаймыз. Творог, оған жұмыртқа 1,5, яғни сарысымен бетіне жағуға алып қалдым. 5 қасық осындай қант салдым. Қантты өздеріңіз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Қатты тәтті болсын десең көбірек, или қант аздау десеңіз азырақ. Осылай блендердің көмегімен езіп аламыз. Осындай әдемі шығады. Неге біздің булочкаларымыз көтеріліпті? Осындай заттың көмегімен істедім басында. Яғни ішіне начинка құямыз бұл жеріне. Қолдарыңыздың көмегімен де істеп бақ салуға болады екен негізі. Солай жасасаңыздар да жақсы. Мен ары қарай қолымның көмегімен жасадым. Маған сол ыңғайлы болды. Жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Мен пешті алдын ала қыздырып қойдым. Қызып тұрған пешке саламыз. Осындай әдемі булочкаларымыз пісіп шығады. Қызарғанша пісіреміз. Өте ыстық екен. Осындай керемет болып шығады. Міне бөліп арасын көргенде де өте жұмсақ әрі барлық жері піскен, піспей қалу деген болмайды. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Маған тіркеліңіздер.